Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Оқушылар үшін жақсы жаңалық, ата-аналар видеороликті соңына дейін тамашалаң. Егер видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Абай облысында жаңа оқу жылынан бастап бастауыш сынып оқушыларына тегін тамақтанады. Абай облысында жаңа оқу жылынан бастап бастауыш сынып оқушылары тегін тамақтанады. Мұны бүгін облыстың әлеуметтік экономикалық даму жөніндегі кеңейтілген кеңсесінің өмір әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков айтты деп хабарлайды Magajan.kz тілшісі. Әкімнің орынбасары бастауыш сынып оқушыларының басқа 350 балабақшада көп балалы отбасылардан шыққан 5700 бала тегін тамақтанатынын айтты. Осы категориядағы балалар қосымша білім беру ұйымдарына, үйірмелеріне және секцияларға тегін негізге барады. 600 жетім және ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың қамқоршылығына жәрдемақы төлеу үшін 200 миллион теңге қарастырылды деп хабарлайды Шалқар Байбеков. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.